Бүгінгі саннан көретіндеріңіз, Тоқаев ұлттық қауіпсіздік комитетінің бірнеше басшысын қызметінен босатты. Бұл саяси тазартудың астарында не жатыр? Өскемен қаласының әкімі пара алғаны үшін сотталған шенеунікке медаль табыстаған. Назарбаевты кезінде мақтаған, енді даттаған депутат. В Назарбаевском открыто говорим режиме считали, что нет у нас торговли людьми. Как-то это нету, когда есть и сексуальная торговля людьми, да. Қарағанды әкімдігі жылтыраған түсініксіз мүсіншеге бюджеттен 3,5 миллион теңге бөліпті. Как можно было такое придумать, вообще не понимаю. Жаңбыр жауды, асфальт төсеу керек. Бұл біздің әкімдердің ұраны ғой. Вот так вот асфальт можно. Дождь, чтобы крепче был. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Естіген шығарсыздар, Тоқаев ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2 орынбасарын қызметінен босатты. Руслан Сейсенбаев, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары терроризмге қарсы қызметінің бастығы лауазымынан босатылса, сонымен бірге Асқар Әмірханов, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары, ол сыртқы барлау қызметінің директоры лауазымынан кетті. Осының себебін өз басым түсінгім келіп отыршы. Білесіздер, сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан айтыңыздаршы, бұл босатулардың астарында не жатыр? Тоқаев неге мұндай шешім қабылдады? Төменде пікір жазып кетіңіздерші. Мен оқимын. Өскеменнен дарындылар ешқашанда көшпеген демекші. Біле білсеңіздер, Өскеменнің кез келген тұрғыны тұнып тұрған талант. Оны айтасыз, бұл қаланың әкіміне дейін әнші ғой шіркін. Сен келерсің бір күні, сен келерсің бір күні. Жұртымен бірге әндетіп жүрген әкімге қарап сүйсінген едім, ертесінде сүйсінгенім үшін өкініп қалдым. Неге десеңіз, Өскеменнің әкімі Жақсылық Омар қаланың құрылғанына 304 жыл толуына орай өңірдің дамуына үлес қосқан біршама азаматтарды марапаттаған. Олардың арасында жемқорлық үшін сотталып, шартты түрде мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан қаланың экс-әкімі Ислам Әбішев те бар. Қала әкімдігінің мәліметінше, экс-шенеунікті марапаттауға қатысты ұсыныс Өскемен тұрғындарынан түскен. Оның тұсында қала келбетінде оң өзгерістер болды деген соң, ұсыныстан бас тарта алмадық дейді әкімдіктегілер. Алайда бірнеше күннен кейін қалалық комиссияның шешімімен Ислам Әбішевке берілген төсбелгі қайтарылған. Жемқорлық үшін сотталғаны комиссия отырысында айтылып, марапаттау құжатының күші жойылыпты. Айта кетейін, Ислам Әбішев 2009-2012 жылдары Өскемен қаласының әкімі болған еді. 2020 жылы оған аса ірі көлемде пара алуға әрекеттенді деген айып тағылып, 5 жылға сотталып, 2021 жылы шартты түрде мерзімінен бұрын бостандыққа шыққан болатын. Ал Жақсылық Омарға айтарым, отырып шыққан қылмыскерлерге жақсылық жасаймын деп басың бәлеге қалып жүрмесін. Жарай ма? Жақсылық демекші, кезінде Нұрсұлтанның нұры мен жақсылығына бөленгендер кейіннен әңгімелерін өзгертуді әдетке айналдырған. Солардың басын бастаған Мырзатай Жолдасбек болатын. Естеріңізде шығар Мырзатайдың мына бір әңгімесі. Бәрімізді балапандай баптап, қызғыштай қорып келе жатқан кемеңгер қайраткерсіз. Сіз бізге Алланың берген сыйысыз. Арғы-бергі заманда қазақтың басында мұндай бақ қонған жоқ. Мұндай дәуренді қазақ басынан кешкен жоқ. Ұлан байтақ даласы бар, Астанадай қаласы бар, Нұрсұлтандай данасы бар. Қазақстан жасай берсін. Осы Нұрекеңнің өзі мен қолпаштай жүріп, қызметке пайдаланып жүріп, жұмсап жүріп, маған жасаған қиянаты аз болған жоқ. Өзінің кабинетінде арақ ішіп, пұтлат ішіп, машина айдап, өзі рөлде машинаны аварияға ұшыраған. Шежіреді менен кейін жалғаспайды деп ойымды. Мәжіліс депутаты Марат Башимов та Мырзатай Жолдасбек ағасы сияқты кезінде Нашарбаевтың саясатын қолдап,
оны мақтап жүруші еді, енді даттап жүр. Ужасная ситуация с этой торговлей людьми на стране. Это же надо непостижимо. При прежнем Назарбаевском, открыто говорим, режиме считали, что нет у нас торговли людьми. Как-то это нету, когда оно и есть и сексуальная торговля людьми, да, трудовая торговля людьми, продают их, извините, за кусок хлеба, да, есть продажа органов. Попрошайничество оказалось, что тоже регулируется, там держат от детей, чтобы они торговали. В общем, вот это принятие закона, она просто открыто сказала, что в обществе есть проблемы, их надо решать. Жағымпаздық бұл заманда бас төнер, шындық оған бола алмай жүр тас кемер. Қазір бақ қайсар рухты ердемес, арын сатқан жағымпазды ескерер. Дәуірдіңде даңқы солар төс керер. Оны ойласаң жанарыңа жас келер. Кеудесінде жалғандықтың мұзы бар. Қажет кезде мұз үстінде қызынар. Бас шалдында жас келіндей сызылар. Кілең табан жалағыштар тыжылар деп Мұхтар Шаханов ағамыз жырлағандай. Дәл осындай тыжы депутаты бар Қазақстан қашан дамиды. Ой, оны айтасыз, біздің шенеуніктердің ақша жеуге де фантазиялар жетпейді ғой. Оған мысал қарағанды әкімдігі жылтыраған түсініксіз мүсіншеге бюджеттен 3,5 миллион теңге бөліпті. Район. Гляньте, построили. Это типа у нас декорация для зоны отдыха. Смотрите, палки уровень. Уровень, видите? Отсюда. Дырки, оно типа освещения. Все вот эти провода, гляньте. Газон, короче. Что-то я вообще не пойму. Что за... Как сказать? Ну что это вот это вот, а? Это, короче, светится. Не знаю, может быть, ночью оно как-то так. Не знаю, насколько как-то так. Но днем это... Ой. Как можно было такое придумать, вообще не понимаю. Оған қоса біздің әкімдер жаңбыр жауысымен асфальт төсеуді де әдет қылған. Себебі су араласа салынған жол келесі жылы бұзылады. Оны қайта жөндеу керек. Оған бюджеттен теңге бөледі. Ары қарай айтпасам да білесіздер, қалтаға кетеді дегенім ғой. Круто! Вот так вот асфальт можно. Дождь, чтобы крепче был. Круто! Неге біз осындай болдық екен, және мұндай бетбақтық пен арсыздық қашанға дейін жалғаспақ? Көрдік, айттық, алайда бұларға шара қолданып жатқан ешкім жоқ. Себебі балық басынан шірейді. Нені меңзегенімді түсіндіңіздер деп ойлаймын. Бүгінгі айтарым осы, қысқыр мінез қазағым, жаса қазақ.